Қазақстандағы футбол маусымы толық аяқталғанда біздің көңілімізде бір ғана демеу, бір ғана медеу қалады. Ол Астана командасының Еурокубоктағы жорығы. Әрине, Астана биыл конференция лигасына шығып, айдаспанға бір шығарды, соның өзіне көңілдеңдеп қойған едік. Енді алдымызға ас келгенде тәуетіміз одан ашылып, Астана жеңсе екен, Астана келесі кезеңге шықса екен, жоқ дегенде, кем дегенде 24 команданың қатарына ілігуге шамасы жетеді ғой деп амбициямызды тағы да көтеріп алдық. Және алғашқы турда жеңіске жетіп, одан кейін 2 ойында жеңілсе де, қалған 3 ойында Астананың мүмкіндігі көз алдымызда қарға түскен іздей сайрап жатады деп күткен едік. Бүгін міне Астана Алматыда орталық стадионда Португалияның Витория Гимарайнш командасымен тең ойнады. Енді осы ойын жайлы және алдағы Челсимен ойынға осы ойын қаншалықты ұстын болады деген мәселеге тоқталып көрейік. Армысыздар, кеттік. Арнамыздың демеушісі Брикспет компаниясы. Брикспетке сілтеме бекітілген комментарийда есей промокодын ұмытпаңыздар. Сонымен конференция лигасының шешуші матчтары да келіп жетті. Астана командасы чемпиондықты Қайратқа беріп қойғаннан кейін, яғни 26 турдан бір тур бұрын тобылдан жеңілгеннен кейін Жетісуды ойсырата жеңсе де Қайраттың алдына шыға алмады. Қайрат өз тарихында 4-ші чемпион атанды. Бірақ содан кейін Астана қарап қалған жоқ. Жаңа турнирдің, яғни Лига кубогының финалында Түркістанда жерлес командасын, астаналық жеңіс командасын 2-0 есебімен жеңді. Онда да қосымша уақытта жеңді. Сөйтіп, былай айтқанда, осы Еурокубоктарда қалған 3 матчқа бір ойын тонусында болу мәселесін шешкенде сияқты. Сол ойыннан кейін Григорий Бабаян біз мүмкіндігіміз саралап көріп, осы жаңа турнирде неге жеңіске жетпеске деген ойға келдік. Өйткені чемпионат аяқталғаннан кейін біз ойындардың арасында өте ұзақ кезеңге тап болатын болдық. Содан кейін осы финал бізге бір оңынан келеді. Сондықтан да барымыз салдық деген еді. Команда осылайша Қазақстан деңгейінде жалпы 17-ші трофейіне жеткізіп, Қазақстан деңгейіндегі ең атақты команда атанып отыр. Бұл енді Астананың тақиясына тар келмейтін жеңіс екенін бәріміз көрдік. Және ең бастысы, команда енді осы Нью Сейнтске қарсы, оның алдында одан кейін Пафосқа қарсы негізгі құраммен шыға алмағаннан кейін енді Витория Гимарайншқа қарсы толықтай бар ойыншысы дайын болады деген едік. Дайын болды, ештеңе жоқ. Ойын да жақсы өтті, бірақ жалпы Астана 2 тур бойы міне алмасып шыққан ойыншылардан зардап шегіп жатыр. Естеріңізде болса, Пафосқа да қарсы негізінен қазақстандықтардан құралған Астананың құрамы төтеп беріп еді, бірақ 87-ші минутта Андерсон гол соғып кеткен болатын. Ал бұл жолы 89-ші минутта Рамирес гол соғып кетті, оған пас шығарып берген және де алмасқан ойыншы Арканджо. Демек, Астанаға бір титіндей нәрсе жетпей жүрген сияқты. Табысқа жетуге дегенмен осы бір ұпайды көңілге медет тұтып отырмыз. Қазіргі жағдайда Астана 20-ші орында тұр, 4 ұпайы бар. Команда, яғни дәл плей-офф кезеңінің өзіне шыға алмаса да 16-тан бірінші финалдан бастауға қадамы бар. Алдағы 2 ойында, яғни Челсимен және АПЛмен ойынды сәтті өткізетін болса, осы 24-тің ішінде қалу мүмкін. Біз әрине үздік 8-ке ілінеміз деп үміттенбейміз. Өйткені қиындау. Қазірдің өзінде бізбен тең ойнаған Гимарайнш бірінші орынға шығып кетті. Дәл осы сәттерде енді Челсидің АПЛдың ойынына қараймыз. Өйткені екі команда қазір бізден жоғары тұр. Сондықтан Астананың жағдайы қазіргі жағдайда осы қалт-құлт, яғни 24-ке ілінеміз бе, ілінбейміз деген мәселенің әлі де басы ашық. Бірақ біздің негізгі айтарымыз бұл емес. Астана осындай ойынмен Челсиға төтеп бере ала ма? Қазірдің өзінде Алматыда ажиотаж басталып кетті. Міне осы командаға, яғни Витория Гимарайншқа қарсы Алматының орталық стадионы тіпті бос болды. Былай айтқанда, ол команданың жанкүйерлері менсінбеген сияқты. Былай қарасаңыз, команданың құрамында шынында да аты ауызға ілініп жүрген ешкім жоқ. Мына Кайо дейтін 17-ші нөмірдегі ойыншы біздің қорғанысты оңнан да сөкті, солдан да сөкті. Бірақ ең бастысы, сол Кайо кеткеннен кейін біздің қақпаға қарымта гол еніп отыр. Сондықтан да осы Витория Гимарайншты жұрттың оншалықты көргісі келмегенде түсінуімізге болады шығар. Ал енді Челсиға қарсы ойынға қазір тіпті мына турагенттіктер бағасын 2-3 есе қымбаттатып сатып жатыр деген сөз шығып кетті. Яғни сайттан сатып алып, бағасын көтеріп, былай айтқанда тағы да күні бастан
қалтасын қампайтып жатқандар аз емес сияқты. Алматының орталық стадионында 23 мың адам сиятын болса, сол күні 30 мың адам келетіні қазірдің өзінде белгілі болып тұр. Бірақ біздің қорқатынымыз Астана осындай ойынмен Челсиға төтеп бере ала ма? Мысалы, бүгінгі матчта орталық алаңда Назми Грипши жақсы ұстады, бірақ негізі Астана қорғанумен болды. 41 минутта Бранимир Калайдзе соққан гол Астананың сол бірінші таймда жалпы есі дұрыс делінетін, санатқа алуға болатын екінші шабуыл ғана еді. Онда да Қайсардың стилінде, яғни ауттан көтерілген допты Калайдзе қақпаға әдемі тоғытып кетті. Бұдан кейін Астана дәстүр бойынша қорғаныста болды. Пафоспен ойында естеріңізде болса, тек қана қорғаныста жүрген болатын. Нью Сейнтспен тіпті тең жағдайда ойнады деген күннің өзінде 2-1 шабуылын жіберіп қойған болатын. Бачка Тополомен алғашқы ойында да гол соғып өзінің қорғанысына жатып алған болатын Астана. Сонда биылғы Еурокубоктарда Астана сол Кординлға қарсы, сондай-ақ сол Бранға қарсы осы мәжбүрліктен, яғни екі ойын қорытындысында таразы басын өзіне аудару үшін де шабуылға шығуға мәжбүр болған сияқты. Ал кейінгі ойындар тек қана қорғаныста. Бранимир Калайдзаның маусым аяқталар тұста кенет мергендігі ашылып кеткеніне бәріміз қуаныштымыз әрине. Бірақ Рамирес гол соққан сәтте дәл сол Калайдзаның жіберіп қойғанын да ұмытпауымыз керек. Демек, әзірше Астананың шабуыл мен қорғаныстың арасында баланс жоқ деуімізге болады. Және өз басым түсінген жоқпын. Осы 1-1 болып тұрған кезде жарақаттанған Калайдзаны алмастыра ма десек, артқы жолақтағы қорғаушыны таза орталық қорғаушы Александр Маричкин алмастырып отыр. Демек, бұл жерде Григорий Бабаян қайтсем де осы 1-1 есепті сақтап қалам деп далбасалады ма, әлде команданың бар мүмкіндігі сол ма? Мысалы, қаншама ойын болды, осы алға Рамазан Кәрімовті қоя береді, Чинедудің орнына екі шабуылшымен шабуылдап көру деген мүлде ойына келмейтін сияқты Бабаянның. Әлде тәуекел жетпей ме, әлде шынында да Рамазан Кәрімов сол Бранға гол соққан сәттегідей әйтеуір бір жолы болып кетеді деп ойлай ма? Пафосқа қарсы ойында сол амал жоқ, есепті теңестіруге қажет болған соң, соңғы сәтте Батыхан Мұстафин деген жас баланы шығарды, 19 жастағы. Бірақ бұл жолы мүлде осы Кәрімовтен басқа ешбір шабуылшы қосалқы тізімде болған жоқ. Демек, былай айтқанда, өз аяғын өзі баса алмай, өз қолын өзі кесе алмай, Бабаян осындай команда тығырыққа тірелген сәтте ешқандай да бұл жоспарын іске асыра алмайтынын көріп отырмыз. Әрине, қақпада неге Мұхамеджан Сейсен жоқ деген әңгімені де қозғауға болатын еді. Бірақ бүгінгі ойында Йосип Чондрич жаман тұрған жоқ. Жалпы бірақ осы Еурокубоктарда ойындарда қарасаңыз, Астананың қақпашысынан басқа қақырман болатын ойыншы қалмайды. Өйткені командалар соншалықты шабуылдайды, соншалықты қақпаны нысанаға алады. Мысалы, бүгін кем дегенде 27 рет шабуылдады Витория Гимарайнш командасы. Астана 5 рет 6 рет қана шабуылдады. Көрдіңіздер ме? Сонда Йосип Чондрич қақырман болмағанда, Мұхамеджан Сейсен қақырман болмағанда кім батыр болып шыға келеді? Сондықтан да Астананың қорғанысына түсетін күш және қақпасына түсетін күш өте зор болып тұр. Сондықтан қақпашыны үздік деп ойынның соңында танып жатсақ та, оған ешкім жоқ деп айтпасы анық. Бірақ ең бастысы, Астана алаңда допты өте жақсы ұстайтын Назми Грипши сияқты ойыншысы бола тұра, неге қорғанысқа тығылып ойнайды? Әсіресе мына есепті сақтап қол деген ойыншылардың санасында мына күңгірлеп тұрып алады ғой деймін, иә. Өйткені қарасаңыздар, Витория Гимарайнш екінші таймда үш ойыншыны бір алмастырып шығарды. Одан кейін жаңағы Арканджоны шығарған сәтте біздің команда кәдімгі мына қопын жасап алды. Қазақта қопын деген бір жақсы сөз бар, бекініс. Автобустың орнына қолдануға болады. Автобус жасап алды. Осы бекіністі оң жақтан да сөкті, сол жақтан да сөкті. Тіпті бір соққы Чондричтен қайран болмаған сәтте қақпаның маңдайшасымен жақтауы түйіскен жерден, яғни үш бұрыштан, үш гүлден қайтты ары қарай. Демек, былай қарасаңыз, біздің команда өзінің ерлігіне өзі сене алмайтындай жағдайда. Әрине, Астананың осы конференция лигасының өзін олжа көріп отырмыз едік қой. Бірақ енді шыққаннан кейін ойнаса, шыққаннан кейін команда гол соқса, мысалы Чинедудің екінші гол саналмай қалды, осы жолы. Қолын жазатайым сілтеп, қарсыласты жолда құлатып кетті, содан кейін саналған жоқ. Бірақ көрдіңіз бе, Витория Гимарайнштың қорғанысында осал тұстар болды ғой, неге соны пайдаланбасқа? Сол жақтан қайта-қайта Фарагос пен Камара шабуылдай берді. Сосын ең қызығы осы есеп 1-1 болғаннан кейін енді Астана кішкене жеңіске ұмтылатын шығар. Жоқ, қайтадан допты артқа. Маричкинге беріп жатыр. Одан Маричкин Калайдзаға шегіндірді. Калайдза қасындағы Кажуколовсқа немесе Кажуколовсқа жетпей-ақ бірден қақпашыға қайтарып береді. Сөйтіп шабуылдың берекесі кетті. Сондықтан алдағы Челсимен ойынға, былай айтқанда, аса бір
қатты бір жеңіске жетеміз деп үміттену қиын сияқты, бірақ бәрібір тең, ең болмаса тең нәтижеге тырысуымыз керек. Оның ар жағында 19 желтоқсанда ескі таныс АПОЛ-мен кездесеміз. АПОЛ-дың қазіргі қарқыны жаман емес. Айтарымыз сол, Витория Гимрайничта, Челсиде, АПОЛ-да бізден жоғары тұр. Осы жолғы жалпы кезеңде. Сондықтан да Астана келесі кезеңге шығамын десе, жоқ дегенде 16-тан бірінші финалға шығамын десе, кейінгі екі ойынға барын салуға тиіс. Бүгін барын салмады дей алмаймыз, бірақ шынында да әлгі нәтижеге негізделген командаға қарсы Астана тек қана қорғанысты ойлап кететін сияқты. Пафос та сөйтті бізді, Нью Сейнтс те сөйтті, Бачка Тополо да сөйтті, тағы да қайталап айтамыз. Сондықтан бізде Астананың қорғанысына ғана емес, бір қарсы шабуылдарына назар аударуымыз керек. Бүгін Астана орталық алаңда қаншама қарсыластың бос кеңістігі қалды, мүлде пайдаланған жоқ. Оң қапталда Марин Томасовтың зу өтіп шыға кететінін әбден зерттеп алғанын көрініп тұр. Қаншама рет оны дөрекі қимылмен де, былай айтқан кезде қатаңдау қимылмен де Виторияның қорғаушылары қалай әдемі тоқтатты. Сондықтан жалпы бұл бірде-бір деген нәтижені аса сорлы емес деп бағаласақ та, жалпы қолда тұрған жеңісті шығарып алдық деп айтуымыз керек. Ал Челси қазіргі сәтте кішкене еңсе түсе бастады. Бұл команда, өздеріңіз білесіздер, Англия премьер-лигасында қазір Маресканың қалауын түсіне бастаған сияқты. Энцо Мареска Челсиға келген кезде қазір команданың басшысы жинап алған 30 ойыншыны қалай пайдаланар екен деп еді. Қазір әр шептің өзінің көздері пайда бола бастады. Тіпті осы 4-ші турдағы ойынын жеңіп алса, яғни Челсидің бұған дейін 3 жеңісі бар ғой. 4-ші турдағы ойынын жеңіп алса, Астанаға Челсидің екінші құрамы келуі мүмкін. Бірақ Челсидің екінші құрамының өзі мысалы Мудриктер келетін болса, олардың өзі мысалы осы ойыншыларға келмейді. Кезінде Астанаға Манчестер Юнайтед келген кезде тек қана осы Лингард келді ғой деймін, сол басқасы мысалы өңкей жас ойыншылар болды. Біз 2-1 есебімен жеңдік. Бірақ сол Астананың сол Еуропа лигасындағы бір ғана жеңісі, қалған 5 ойында жеңілген есіміз. Сондықтан Манчестер Юнайтедті жеңдік деп бөркімізді аспанға ата алмай жүргенімізде сондықтан болар. Ал енді әрине Челси сияқты команданың Алматыға келуі бір үлкен футбол оқиғасы екені күмәнсіз, бірақ біз оған немізді қарсы қоямыз. Астананың қазір футболшыларының маусымнан ептеп шаршағаны да білінеді. Міне осы қазір көзімізді жұмып отырып, біз қақпада Чондричтің ойнайтынына, орталық қорғаныста Калайца мен Кажукаловстың ойнайтынына, оң қапталда Бартолет, сол қапталда Фараговскийдің ойнайтынына, ортада Аманович пен Эбонгтың ойнайтынына, қос қапталда Томасовтың және Камараның ойнайтынына, шабуылда Чинедің ойнайтынына. Қазір-ақ міне тіпті Бабаянның ойыны үңілмей-ақ ептеп танып алатын сияқтымыз. Пафосқа қарсы ойнаған, Нью Сейнтске қарсы ойнаған қазақстандық жігіттердің бірде-біреуі бүгінгі матчқа шыққан жоқ. Әрине Рамазан Каримовтың қайта-қайта алмасып шыққанын айтып өттік. Сол шықса, осы барынша шығады ойынды күшейтуге, сол шықса Nnamdi Аханону шығады. Ал мысалы Исламбек Қуат, Тимур Досмағамбетов, Абзал Бейсебеков сияқты жігіттер ойынды күшейтуге жарамай қалды ма, әлде шынында да биылғы маусым олар үшін бір минус жағдайында өтті ме, әйтеуір шынында да Бабаян оларға сүйенуді көбірек қойды. Сондықтан да осы 19 желтоқсаннан кейін, конференция лигасының ойындары аяқталғаннан кейін, егер Астана келесі кезеңге шығып жататын болса, онда көктемгі плей-офф кезеңіне дайындалу үшін де команда тіпті демалысқа шығып үлгермеуі мүмкін. Мұндай жағдайда қазір командаға Арман Кеңесов келді Ақтөбеден. Жалға беру мерзімі аяқталғаннан кейін басқа жаңа ойыншылардың келетіні әзірше белгісіз. Қайрат мысалы, чемпион Қайрат өзінің 5 ойыншысын қазір 5 ойыншысымен қоштасқанын мәлімдеп қойды. Ордабасы 6 ойыншымен қоштасты. Тіпті Ордабасы өзінің академиясының 3 ойыншыны қазірден құрамға алып жатыр. Басқа командаларда осындай ауысымдар бар, бірақ Астана әзірше маусым аяқталғанша үнсіз болатын сияқты. Ал біз бәрібір Челсидің ойынын асыға күтеміз. Бұл команда тіпті 2-ші, 3-ші, 5-ші құраммен келсе де атағы жер жарған команда болғандықтан да жанкүйерлер ықыласына өте ие. Оның үстіне жалпы Қазақстанда, Алматыда Челсидің жанкүйерлері өте көп. Біздің әріптестеріміздің арасында да Челсиді жақтайтындар өте көп. Сондықтан да Алматыдағы матчтан былай айтқанда біз нәтиже күтеміз, және ол нәтиже тағы да сол ойынның соңында жіберіп алатын гол, немесе алмасып шыққан ойыншылар соғатын гол болып жатса, тағы да еңсеміздің түскені. Біз бүгін шынында да
қолда тұрған жеңістен айырылып қалдық. Сондықтан Астанадан бір әлгі баяғы жартас бір жартас қан кетер түкте байқалмас дейтін емес, күн сайын елді күтетін жағдайдамыз. Әрине желтоқсандағы ойындар қиындау болар, бірақ бәрібір Астана өз таңдап алған жол болғандықтан бүкіл қазақстандық жанкүйерлердің олардан жеңіс күтуі заңдылық. Ендеше қош келдің Челси дейміз, және билеттің бағасын 2-3 есе қымбат алып жатқан жанкүйерлерге қандай ақыл айтарымызды да білмейміз. Бұл команда шынында да жаңа Витория Гимарайнш сияқты осы ойынға бір күн қалғанда келсе, немесе өткендегі Норвегия құрамасы сияқты тура ойын күні келсе де, бәрібір мына Алматының орташа тау деңгейінде екінші таймда шаршап қалар, кішкене шалдығып қалар, барлығып қалар деген ойымыздың ешқандай да іске аспайтынын көріп отырмыз. Міне сонау Пиреней түбінен теңіздің жағасынан келген Витория Гимарайнш 90-95 минут бойы біздің жігіттерді қалай сүйресе, Челсидің де оған шамасы жететіні күмәнсіз. Өйткені қазір Англияда боксинг дей келе жатыр, сондықтан Челсидің әрбір ойыншысының әр турға дайын болатыны күмәнсіз. Желтоқсан айында жалпы Англия премьер-лигасында ойындар көбейіп кететінін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан Челсиді сәл қорқақтай күтіп отырмыз, бірақ қазіргі 4 ұпай біздің жыртығымызға жамау бола алмайтынын да мойындаймыз. Сондықтан Челсимен ойында жеңіс күтеміз десе күлмеңіздер, ал ар жағында Апоэлмен ойында шынында да арыстанша айқасуға болады. Сондықтан осы үмітпен бүгінгі шолуымызды аяқтаймыз. Астана алға дейміз.